Анашым, сіз не жасап отырсыз? Мен тары тазалап отырмын. Бұл тары мен бидайды мына келін мен келсаппен түйіп тазалап алады. Тары деген о қандайдан? Тарыдан не жасайды? Тары дегеніміз бұл сөк. Бұл сөктен әжелеріміз шайға салып, тіске жұмсақ болсын деп сүт қосып, майсөк жасаған. Майсөк дейсіз бе? Майсөкті қай кезде дастарханға қояды? Майсөкті қазақтың ұлттық мерекелерінде, Наурыз мерекесінде, шілдехана, бесік тойда қояды. Сыйлы қонақтарға ұсынады. Мен саған майсөктің жасалу жолын көрсетейін. Жарайды, анашым. Міне қызым, жаңа тазалаған тарымызды тазалап, жуып, кептіріп аламыз. Міне кептірілген тарыға майдан, құмшекерден қойып араластырып майсөк жасаймыз. Міне қызым, майсөк дайын болды. Анашым, сіздің қолынан жасалған майсөк иісі өзі қандай керемет, тағы да қандай ұлттық тағамдардың түрлері көп пе? Иә қызым, тағы да ұлттық тағамдардың түрлері өте көп. Мысалы, бауырсақ, ірімшік, құрт, айран, қымыз сияқты қазақтың ұлттық тағамдары өте көп. Мен бұл майсөкті әжемнен үйрендім. Ертең сен өскен соң саған да майсөктің жасалу жолын үйретемін. Анашым, мен сізден қуанып тұрмын. Сізден көп нәрсе үйренуге болады екен. Мен сізге тақпақ айтып берсем болады ма? Әрине көгершінім, айта ғой. Мен ақылды баламын, би билеп ән салам. Енді аспаз боламын, ұлттық тағам әзірлеп, елден бата аламын, жұлдыз болып жанамын. Бал тіліңнен айналайын. Әжеңнің дәстүрі бойынша майсөк жасаған күні көршілерге шай беретін. Көрші қолаңды шақыра ғой, майсөкпен келіп шай ішсін. Жарайды, анашым.